Қайырлы күн, саламатсыздар ма? Бүгінгі ашық сабағымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Ашық сабағымыздың тақырыбы үкілі ыбырай гәк куәні. Сабағымыздың мақсаты үкілі ыбырай шығармашылығымен таныстыру, жаңа сабақты таңдау, фразалау, анализдеу және тағы басқа штрихтармен жұмыс. Бүгінгі сабағымызға қатысатын 3-ші сынып оқушысы Асхат Саяжан. Ал Саяжан, сабағымызды бастайық. Қалай, көңіл-күйің қалай? Жақсы. Бізде бүгін жаңа сабақ гәк куәні. Оның алдында біз сабақтарымызды бір қайталап шығайық. Гармонымызбен қолымызды жүргізіп алайық және шеберлігімізді арттыру үшін. Ал ойнай ғой. Бізде ля мажор таңбасы. Қол жүргізіп алайық. Бізде қызылқұмды ауылы бар, одан кейін Комаровский веселый пляскарым бар. Ойнай ғой, қызылқұмды ауылы. Жеңіл ойнаймыз, сендек ауыр болып жатыр. Шамал жеңілдей ойнаймыз, жалпы бәрі жақсы. Жеңіл ойнағанда буынмен жұмыс жасау керек қой, сол кезде ғана жеңіл болады. Қышқа қысым қатты түсірмейміз. Қатты ұстайсың да, дыбыстарының бәрі қатаң болып естіледі. Кішкене ойнап тұршы. Жұмсақтау, қатты қыспаймыз қолды. Шамал бостау ұстаймыз. Келесі жаңа өткен сабағымыз ол веселый пляска. Ырғақ қосайық, темп қосайық, жылдам.
Асы дейсің. Қазір тағы да үшінші цифрмен. Үшінші цифрдан бастап шатасу бар, иә? Қазір осы үштен бастап тағы да аяғына дейін. Тағы да үшінші цифра. Ешкім сен кішкене нотаға шатасып баставатсың да? Бір-біріне ұқсайды фразалар. Мысалы үш пен төртке неге мына жерде бізде ұқсайды бәрі. Қара, мына жерде де. И сол фразаны қайттан қайтаймыз, иә? Бірақ аяқ жағы бізде не болады мына жерде? Мына жерде до, ля, до, ми, ренің ойына бізде до, си, ля, соль, фа, ми, ля, иә? Аяқ жағы, фразаның аяғы өзгеріп отыр, иә? Соларды кішкене ажыратып біліп отырамыз, ойнаймыз. Үшінші цифрдан біз аяқтаймыз, иә? Енді бүгінгі жаңа сабағымызды бастайық. Гәкку. Жалпы үкілі ыбырай. Ыбырай деген кім? Композитор, иә? Үкілі ыбырай. Бұл не үшін үкілі деп қойған? Бұның өзінің нақты фамилиясы Ыбырай Сандыбайұлы болған екен. Мұна бас киіміне үнемі үкі тағып жүргеніне байланысты бұл үкілі ыбырай деп атап кеткен. Бізде үкіні білесің, үкі деген қандай қасиетке бізде қазақта? Үкіні қай жерге тағады? Бесікке тағып қойды, кішкентай балалар. Жас келін түскен кезде оңтүстік жақта орамалына тағып қояды, оны білесің ба? Иә. Тағы да жалпы не үшін тағады үкіні? Көз тимесін деп тағады, иә?
бұл өзі серік болған кезінде ауыл-ауылды аралап жүріп баяғыда халық әндері деген қайдан шыққан? Осындай жаңа Біржан Сал, Үкілі Ыбырай сияқты осындай композиторлар ауыл-ауыл жүріп аралап, қазіргі кезде бізде гастроль деп жатады ғой. Бұл кезде жаңағы сөйтіп ауыл-ауылға концерт қойған. Жиналып жастар болып, жаңа серлер болып. Сол кезде бұлар енді жақсы тенор дауысты әнші болған. Көптеген әндері бар. Сол кезде енді мүмкін көз тимесін деп, мүмкін жаңағы бас киіміне үкі тағып қойған шығар енді сол кезде. Үкі өте қасиетті санаған. Сол кездерде. Әзірде бізде қазағымыздың салтында бар, иә. Сондықтан бұл Үкілі Ыбырайдың осы шоқтығы биік әнінің бірі ол Гәкку. Гәкку әні осы естігенсің бе? Жоқ. Гәкку әні. Гәкку, Гәкку, иә, осы жері айтсаң бәрі иә естідім деп жатады. Ал енді қазір мен саған ойнап беріп, мүмкін есіңе түсер. Бұны бізде опера әншілер орындайды, түрлі неде әлеуметтік желіні ақтарсақ, көптеген түрлерін көре бастаймыз. Сондықтан қазір мен осыны қалай орындалатынын саған ойнап берейін, қалай естілетінін. Өте әдемі, нәзік әуен. Енді осы Гәккуді Ыбырай өзінің сүйген жарына арнаған екен. Гәкку сөзі аққу ұғымымен байланысты екен. Негізі аққу адалдықтың, махаббаттың, нәзіктіктің символы. Өзі аққуды айтып жатады ғой, аққудың махаббатын деп жастарға білдіріп жатады. Сол сияқты осы Гәккуді ойнаған кезде бізге аққу көз алдымызға келеді. Солай болды ма сенде? Қандай сенде қазір сезім болды осы әнді естіген кезде? Өзен, аққу и табиғат. Өте керемет. Енді өзінің ырғағының өзі керемет, әуені. Табиғатты, жалпы аққуды білесің, ол аппақ өзі сондай өте сұлу, құстың бірі. Сонда мынау ойнағанның естілген кезде дыбысының өзі бізде суда сырғып жүрген аққуды бейнелейді екен. Ал енді Гәкку мына жерде жаңағы қайырмасы ойнадың ғой. Осы жерде шамалы не істеп қанатын қағып жатқанға ұқсайды. Сондықтан осы әуен өте сол бір құстың қалықтап, көлдің бетінде жүзгенін, ұшайын деп жатқан бүкіл бейнесін бейнелейді екен. Өте керемет, өте нәзік туынды. Ал енді осыны бастайық. Бұл жерде бізде өлшеміне келетін болсақ, қандай өлшемдер бар, қараш? 5-4. 5-4-тен басталады екен. 6-4, 3-4.
және 4-4-пен фразаны аяқталады екен. Соңғы жағы 4-4-пен өтті. Бұл бізде халық әндерінде, қазақ әндерінде көбіне осылай кездеседі. Жалпы қазақ халық әндері бір ғана ырғақты ұстап тұрмайды. Түрлі ырғақтармен осылай ұштасады екен. Ол біздің әннің жалпы табиғаттың өзі сондай. Халық әндерінің табиғаттың өзі сондай болып келеді екен. Ол әннің сөзінің мәтінге де байланысты. Мысалы, мәтін бір жерде созылады, бір жерде мысалы иірімдер пайда болады. Сондай жерлерде кішкене размерлерде ауысып тұрады екен. Ал енді бастайық, қандай тональдықта жазылған? Бізде тек қана қандай белгі бар? Қандай? Фа, диез. Қандай тональдықта жазылған екен? Қандай дыбыспен аяқталып тұр? Соль, соль мажор тональдығында жазылған. Қандай латқа жатады? Мажор, минор. Мажор, соль мажор өзі айтылып тұр, соль мажор. Мажор, көңілді, жарқын, нәзік, сондай бір керемет сезіммен орындалатын екен, шығарма екен. Ал енді бастап көрейік, жаңа әнін тыңдадым. Бұл жерде енді бізде бір фразада 3 такт бар екен. Бір фразада 3 такты бар. Бұл жерде бірінші тактіде 5-4, екінші тактіде 6-4, үшінші тактіде 3-4. Кәнен осыны кішкене шапалақпен ырғағын келтіріп алайық. Менің пианиномен ойнайым, сіз ырғағын келтіреміз. Раз, и, сана. Раз, и, 3, и, 4, и, 5, и. Көрдің бе? Бірінші тактіде бізге 5 жетерлік бар екен, 5 төрттік нота бар екен. Тағы да. Раз, и, 2, и, 3, и, 4, и, 5. Енді келесі тактілерді 8-діктер. Бұл жерде бізде размер қанша? Өлшеп 6-да 4 екен. Раз, и, 2, и, 3, и, 4, и, 5, и, 6, и, 1, раз, и, 2, и, нүктесімен 3, и екен. Көрдің бе? Әр тактымыз әртүрлі өлшемде жасалады екен. Мен жаңа ойнап көрсеттім, енді өзім. Бірінші рет ойнап жатырмыз, ноталар қандай? Ноталарды айтып шығайықшы кәне. Соль, соль, фа, соль, ре, соль, ля, соль, фа, ми, ре, до, си, ля, си, до, ре, ми, ре. Бізде таза қара жүкісімізді көрсетейін деп тұр, және өйткені бұрын көрмеген, сізмен бастап талдап жатырмыз, міне. Тағы да нотасын айтамыз, біз шапалақпен, ырғағымен қосылып нота салатынын айтамыз. Соль, соль, фа, соль, ре, соль, фа, соль. 8-ге ля, соль, фа, ми, до, си, ля, си, до, ре, ми, ре. Қаттырақ мен айтпаймын, өзің. Өзің енді. Көрмедім. Мына. Бүйтіп ұстадыш. Ал оқы. Соль, 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 ре, соль, ля, соль, фа, ми, ре, до, си, ля, си, до, ре, ми, ре. Осы фраза бізде 2 рет қайталанады. Мына жерде реға келіп қой, енді репризаты көрме, осыны 2 рет ойнаймыз. Ал ойнап көреміз ба? Тағы да оқимыз ба? Ойнап көрейік. Сольді біз білеміз. Қай саусақпен аламыз? 3-ші саусақпен аламыз. Соль. Ал мына екінші аттаған соль 2-ші саусақпен. Соль, рені 3-пен, сольді 2-мен. Сана аспай әзімді. Раз, и,
легатто екен арасы. Ойнаймыз қайта. Раз, и. Фа диез, фа диез. Неге соль мен фа диез арасы бізде жат тон емес пе? Неге ашып тастадым? Соль, но бізде фа диез. Екеуі былай алынбай ма? Соль, фа диез. Неге ашып тастадым арасын? Раз, сол ойнаймыз. Соль. Раз, и. Три, соль, три, четыре, и пять, и вот. Аста санап жазып берейін. Мына Т деп тұрған не бізде толық ысқыш жарайды. Мына екеуі ол да толық ысқыш. Бұлардың бәрі осы тактың бәрі толық ысқыш ойналады екен. Бізде тағы қандай ысқыш бар? Төменгі жарты ойналатын жарты ысқыш бар, және жоғарғы ысқыш бар, Ж деп жазылады. Оның бәрі жақсы білесіз. Енді мына тактының бәрі бізде толық ысқышпен ойналады. Соль, раз, и, мына екеуі 2, и, 3, и, 4, и, 5. Кәне, сенбірек ойнаймыз. Раз, и, енді алтыға санайтын такты қандай нота? Ля, иә? Енді си-ляны төменгі жартысын ойнаймыз. Си-ля. Қайтадан толық ысқыш. Си-до. Енді жоғарғы жартысын ойналады. Ре-ми. Ре-ми. Жоқ, екеуі бөлек, ре бөлек, ми бөлек. Жоғарғы жартысын ойналады. Ре-ми. Бол, тағы да ойнайық. Осы екінші тактын ойнаш? Екінші. Екінші такт. Соль, соль. Бұл ля, соль деген жоғарыдан келеді. Жоғары бағыттан келеді. И. Жоқ, қараймыз. Ля, соль, фа, ми, ре, до, си, ля. Сонда бізде кезектеседі екен, иә? Сының бөліктерін таңбалары деген бар ғой бізде. Мына қара, бірінші бізде не жүреді? Толық ысқыш. Ля, соль, сөйтіп фа, ми, ре, до, си, ля. Сонда бізде қалай қайталанып жатыр? Толық ысқыш. Төменгі жартысы, толық ысқыш, жоғарғы жартысы. Соль, фа, ми, ре, до, си, ля. Осылай жасаймыз. Бәрі бірдей штрих емес бұл жерде. Бөлек. Реге отырамыз. Қаншаға санаймыз? Ысқышты теңге үшке бөлеміз, иә. Дегенде жай жүрмін. Раз, и, два, ысқышты теңге үш бөлікке бөлеміз. Раз, и, два, и, три, и. Енді мына жерде бізде қара, бүкіл кезектесіп жатыр екен, иә? Қана айтшы. Толық ысқыш, төменгі жартысы, толық ысқыш, жоғарғы жартысы, толық ысқыш, төменгі жартысы. Жасап көрсетеміз штрихтарымызды. Жоғарыдан келеміз. Бөлеміз, бөліп жіберші. Төртінші саусақпен алсай, ре, ми деп. Төртінші саусақ. Үшпен төртпен. Ре, ми. Яғни кішкене растяжка жасау керек екен, ре мен арасында.
ре ми осылай ашылу керек қой. Үлкендеу бұл, иә? Кішкене естіп ойнаймыз. Тағы да. Сол. Бөлек қой. Ре ми бөлек қой. Штрих барса. Ре, мына төмен деп қойым, мынаны жоғары деп қойым. Тағы да. Сол. Тура осы жерге келген кезде нотаға қарау керек. Сен егер нотамен байланыс болмай жатыр да, содан кейін шатасып жатсың. Тағы да. Жоғары бағыттан келеміз. Келеміз де қайттан бастаймыз. Жоғарыдан кел. Түсіндің ба? Иә, біз ары қарай өтпейміз. Осы бүгін 3 тактын өттік. Сонымен 6 такт болды. Қайталауымен 6 такт болды. Жалпы бүгін осы сабақтар бойынша сұрақтарың бар ма? Қиын шығарма ма екен? Иә, бұл басы, иә? Қазір, иә, кішкене бұл біздің қара жұмысымызды көрсетуге талдадық, қазір фразаладық, аппликатураларын қойдық, штрихтарын ажыраттық. Енді осы біз енді келесі сатылары біздің ары қарай талдаймыз. Бүкіл талдап болғаннан кейін барып біз нюанспен жұмыс жасаймыз, иә? Қысқаштың қысымымен біз біріншіге біз қазір жай ғана фразаны фразаладық, есептады, талдадық, аппликатурасын қойдық, иә, штрихтарын, сыртының бөліктерімен жұмыс жасадық. Енді осы өз-өзін бағалау деген болады бізде. Мысалы, сен өзің қалай бағалар едің? Осы шығарма бойынша. Мысалы, мына жерде музыкалық баспалдақ бағалау, өз-өзін бағалау парағы деген тұр. Мен осыны жазып қойдым. Мысалы, бірінші сатыда әлі қиын. Тапсырманы әлі қиынға не жатады? Тапсырманы толық орындай алмадым. Әуен немесе ырғақта көп қателер болды. Өзіме сенімсізбін. Бұл бірінші саты. Сатының не екенін білесің, иә? Саты деген не? Төбеге көтерілетін құрал, иә? Ал екінші сатыда сен екінші баспалдаққа көтерілген кезде түсіндім, бірақ қателестім. Негізі нені орындау керек екенін түсіндім. Кей жерлерде шатастым, техника және дыбыста қателер бар. Бұл екінші саты. Үшінші саты жақсы орындадым, ұсақ қателер болды, өзімді сенімді сезіндім. Бұл үшінші саты. Төртінші сатыда өте жақсы орындадым, ырғағым, дыбысым, штрихым дұрыс шықты. Қателер аз, өзімді жақсы сезіндім, дайындық байқалды. Ал бесінші сатыда бұл жерде өте шебер ойнаған кезде өз-өзіңе риза болып, толық сенімді ойнап, штрих, ырғақ, бәрі дұрыс сапат, дыбыс сапасы жақсы болған кезде уже бұл бесінші сатыға көтерілді екен. Бұл енді біз қазір қай сатыда жүрміз деп ойлайсың? Осыда қазір талдадық. Үшінші сатыға келдік па? Екінші сатыдамыз, иә? Бірінші кезде бізде ең бірінші талдатқан кезде не болды? Бірінші кезде қате болды, әлі қиын болды, кішкене қиын болды. Тапсырманы толық орындай алмадым. Қайта ойнаудың нәтижесінде, қателерді түзетудің нәтижесінде сенде кішкене алға жылжып екінші сатыға шықтың, иә? Екінші басқа. Бұл жерде сен тақырыпты толық түсіндің. Бізде қазір толық өткен жоқпыз ғой біз. Өткен сол 3 тактымыз 6 такт болды қайталаумен, ол бір фраза болып есептелді. Түсіндім, бірақ қателестім. Дұрыс, иә? Оқышы. Түсіндім, бірақ қателестім. Бірақ ары қарай. Негізгі
шатастым. Техника және дыбыста қателер болды. Жоқ емес қателер. Өйткені бұл біздің жаңадан шығарып жатқан біз шығармамыз, бүгін көрмегенбіз, кішкене қара жұмысымызды көрсеттік болады. Жалпы осы бүгінгі сабағым, алдыңғы сабақтар, өтілген сабақтар жаман емес, бірақ өте жақсы деуге әлі болмайды. Тағы да дайындау керек. Бізде алда емтихандар келе жатыр. Сүйемелдеумен ойнаймыз, келесі сабақтың сондықтан текстін, веселый плясканың текстін жаттап алып. Мына жерде біз түрлі түсті қарындаштармен бояп тұрып жаттаған болатынбыз, өткен сабақта, алдыңғы сабақтарда. Осы бойынша кішкене жаттаған неңді текстпен жаттауымды кішкене жылдамдатқан болатынбыз. Сол сияқты біз келесі сабақта да осы гәккуларне осы тәсілді пайдаланатын боламыз. Қызылқұмды ауылында жақсы жаттап аласың. Бірақ әлі де қазір қай баспалдақтасың Қызылқұмды ауылында? 4-ші. Жақсы орындадың, ырғақ дыбыс дұрыс, қателер аз, өзіңді жақсы сезініп, дайындық байқалады. Ал енді шебер орындауға әлі кішкене дайындау керек сияқты. Біз 5-ші сатыға жеткен жоқпыз. Ал веселый пляскада не бар? Жақсы орындадым, ұсақ қателер болды, өзіме сенімді сезініп, өзімді сенімді. 3-ші сатыда жүр екен веселый пляска. Өйткені біз Қызылқұмды ауылында ең бірінші өттік қой, сондықтан сен оны жаттап қалдың. Ал веселый плясканы сен кейіннен өттік, сондықтан сен 3-ші сатыда, ал гәкку сен 2-ші сатыда жүрсің. Осылай мына өзіңді, қазір мынау парақ өзіңмен бірге жүрсін, үнемі сабақ сайын осы сатылау, бағалау парақ арқылы біз өзімізді жетістікке жеткіземіз деген ойдамын. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Оқушы бүгін сабақты түсінді, қалай дайындалу керек екенін білді, үйде осы бойынша, осы тапсырма бойынша дайындаласың. Бүгінгі сабағына жақсы деген баға қоямын. Келесі сабақта кездескенше сау бол.